Арыңыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Мына Жапон халқында бүгін 7,5 сілкініс болды. 90 мың адам эвакуация жасады. Енді оның цунами бар да, күтіп жатыр бәрі. Ол болатын дүние. Енді Жапон халқына ол өте ауыр тиеді. Бірақ бұны не үшін айтып жатырмын? 14 ғасырда Қытайдың өзінің көріпкелінің жазған үлкен тарихи деректері бар. Сол жерде былай айтады: Қытай халқы мен Жапон халқының ортасында ғылыми соғыс болады дейді. Қытай жеңеді дейді да. Қытай жеңді. Енді Қытай қазір бүткіл әлемге жетті, олардың ойлап тапқан технологиялардың бәрі. Бірақ содан кейін дейді, Жапон қолға судың астына кетеді дейді да. Қытай өзінен өзі жердің бетінен жоқ болып кетеді дейді. Себебі дейді да, қазақтың даласында үлкен бір киелі тас бар дейді, соны қозға жібереді бұлар дейді. Сондықтан жердің бетінен жойылады дейді. Ал біздің қазақ халқы Назарбаевты жамандасақ, қазір бәріміз бірге саламыз да, жамандаймыз. Тоқаевты жамандасақ, бірге саламыз да, жамандай саламыз. Бірақ жақсы жағын айтсақ, онда біз қырық пышақ болып бөлінеміз. Біз бірақ кезде бірге екенбіз, жамандықта ғана. Біреуді жамандап, соның ауыртпалығын көтеруге ғана біз бірге екенбіз. Анау сөйткен, анау біткен деп. Ал енді біз былай бірге алмайды екенбіз. Мен осы 3 жылдың ішінде қазақтың халқын біріктіре алмадым. Бірігейік, бір ұлы күш жасайық. Мысалы, бір мемлекеттерді құрау үшін бір мемлекеттерге барып кешірім сұрау керек болады, болмаса қарыз сұрау керек болады. Болмаса сенің ана материалыңды сатып алайын мен, одан өнім жасайым деп жалынатын кез болады. Болмаса бір жерге қарай өтіп кеткенге жол берші деп саяси жол сұрайтын жер болады. Именно Қазақстан, біздің қазақтар, еш жерден ештеңе сұрамай-ақ, еш жерден ештеңе жолда сұрамай-ақ, ақша да сұрамай-ақ, алтын да, күміс те сұрамай-ақ, және ешкімге тәуелсіз болмай-ақ, саясатпен жақсы тұрып, табиғатпен әлемді мойындатып, және әлемде қозғалыссыз жұмыс жасауға болады екен. Бірақ соны жасау үшін бірақ қана дүние керек екен. Сол дүниені мен жасайын десем, біздің халық мыңға бөлінеді. Сөйтеді да, қане қашан болады айтқаның дейді. Мен айттым, осындай дүниені жасау керекпін, сонда болады деп. Енді мен бір үлкен проектларды ойласып көрсетіп салып жатсам, қазір Швейцарияда бір қисайып қалған Хан-Шатыр сияқты бір проектін алып, мынау Қапшағайдың ортасына Ханский ставкаға, анаға, мынаған болады деп ұсыныс жасап жатыр, миллиардтаған сумаға. Бірақ оның амалы, ешқандай ештеңесі жоқ дүниеде. Стекло, бүйтіп айтқанда стеклодан жасалады. И болмаса біздің Хан-Шатырда тағы да басқа сарайлар бар ғой, соғылған. Бәрі ғұмыры жоқ. Тез өртенетін, тез қуып кететін материалдардан жасалады. Ал мен айтып тұрмын, бәрі жоғы 53 миллионға теңгеге мынандай дүниені жасайын десем, ол не береді дейді. Бірақ аналар айтып тұр да, мынандай болады, миллиардқа жасалады долларларға. Олардікі болады дейді да, бірақ оныкі болмайтын дүние. Сондықтан мен бүйтіп қарап отырсам, күннің артынан күн жарқырайды деген, біреу жақсылық әкеп бермесе, біреу жақсылық әкеме дейді екен да. Бірақ менің көзім жеткені, біз тек қана жамандықта ғана басымыз бірігеді екен, басқа кезде бірікпейді екен. Демек, бізге не қаңтар оқиғасы, болмаса тағы да бір жердегі жарылыстар болу керек, сол кезде ғана көмектесеміз да, қалған кезде көмектеспейміз. Мысалы, бізде қазір не бір қорлар бар, Қарекет қоры деген тағы да қорлар, олар жоқтарға үй алып беріп жатыр. Оған халық жинап жатыр да. Біздің үкімет неге соларды үкімет қарамайды оған? Бірақ миллиардтарға біз қала соғамыз деп мақтанамыз. Бізде халықтың 40% құлдықта жүр. Демек, сол 40%-ға тағы да бір 10% қосып, халықтың басын біріктіреміз деген азаматтардың
бәрі үкіметке қарсы. Бірақ неге бір жақсылыққа қарсы бір бұйымды қазақ жасадық деп, мынау қазақтың орталығы деп айтайын десең, болмайды дейді да. Бірақ мен оны жасаймын. Неге дейсіз ғой, не үшін жасауым керек? Өйткені келесі жылы Алтын Ордаға 800 жыл деп жатыр да. Енді саясатты білетін адамдар. Және парламентті құрылтай қылды. Келесі жылы Алтын Орда хандығын Жошы ханның 800 жылдығын толтаймыз деп жезқазғанда атсалысып жатыр. Кім не түсінді? Ал бірақ мен 300-дің басы қосылып, бір жерден сүт ішіп, бір-бірінен кешірім сұрайтын жер жасаймын деп жатырмын да. Және халық бірігіп тұрып, бір патшаны мойындайтын дала, және бір қазақты, бір қазақ мойындайтын, қарғысы кететін орталық жасаймын деп жүгіріп жатырмын. Сол үшін мен қаражат жинап жатырмын халықтан. Қазір үкімет мынандай шығарып қойды ғой, Каспийіңді тексереді, налог төлеп жатсың ба, не үшін жинадың, және басқа да счеттарың бәрін тексеріп, бәрін белгілеп жатыр. Иә, ол заңды, ол заңнан кетпеу керекпіз. Бірақ мен қорықпаймын. Неге мен налог төлемеу керекпін? Мен жұмыс жасап жатырмын ба, налог төлеу керекпін. Сондықтан мен де өзімнің ипымда, өзімнің фондымда жұмыс жасап, мен қазақтың орталығын жасаймын. Не үшін дейсіздер ғой? 2029-ға дейін Қытайда қалың ауру пайда болады. Өз-өздерінен қырылады. Жапон халқы суға кетеді, бірақ олардың бәрі кетіп қалмайды. Олар көшіп келетін жер сұрап жатыр. Демек, ол көшіп келетін жер табылады. Тағы да басқа мемлекеттер, Иран, Ирактар, Каспиймен босат бәрі. Осының бәрін мен 2020-дан бастап айтып келатырмын. Сенбейтіндеріңіз, мен TikTok каналдарымды қараңыздар. Соның бәрі келген кезде, бүткіл әлем суға батып бізге келген кезде, біздің тілде сөйлеу керек. Өзге тілде емес. Біздің салт дәстүрді көру керек, біздің мәдениетті білу керек, біздің ұстаныммен жүріп, табиғатты қалай қорғағанымызды көру керек. Сондықтан мен табиғат үшін, қазақ халқы үшін және әлемнің тыныштығы үшін үлкен глобальный дүниені бәр жоғы 56 миллионға жасаймын деп жатырмын. Барбаңыздар, мен жасаймын. Сондықтан ниет қылғандарыңыз болса, білесіздер телефонды 77-362-25-77 екен. Қалғандардың Құдай амандығын. Үкіметпен таласпаймын. Үкіметте шатағым жоқ. Барбаңыздар ағайын.